Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, достарым. Жөтелден құтыла алмай жүрсіздер ме? Мен сіздерге үйрететін болам. Лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге бір стакан ыстық сүт қажет және сары майский май қажет. Және де ас содасын аламыздағы шай қасықтың басымен салып жібереміз. Және де жұмыртқаның сарысын ағынан бөліп аламыз. Ағынан бөліп алғаннан кейін сүтімізді араластырып тұрып саламыз, себебі сүтіміз ыстық. Және де бір ас қасық бал қажет. Бұл сіздерге денсаулығыңызға ешқандай зиянсыз, ешқандай дәрі-дәрмексіз пайдалы ем болады. Балаларыңыз да сүйсініп ішеді, өзіңіз де сүйсініп ішесіздер. Аптекаға қымбат дәрілерге ақша жұмсағанша қолда бар заттармен үйде емделіңіздер. Бұрын ата-әжелеріміз шайға осылай сары майды салып ішетін. Сіздер үй жағдайында жөтелге қарсы қандай ем қолданасыздар? Комментарийға бөлісіп отырыңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдағандарыңыз үшін өте көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.